Премьер-министр Кәрім Мәсімов жасаған мәлімдемеден кейін өңірлерде бағаның негізсіз көтерілуін қадағалаумен айналысатын арнайы штаб құрылды. Олардың бірі Батыс Қазақстан облысында жұмысын бастады. Құрамында тиісті мемлекеттік мекемелер мен табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департамент қызметкерлері бар. Олар базарлар мен қоймалардағы бағаға күн сайын мониторинг жасап отырады. Облыс басшысы Нұрлан Ноғаев бүгін барлық аудандардың әкімдерімен селекторлық кеңес өткізіп, оларға халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылғандарға мемлекеттік қолдау механизмдері жайлы ақпарат беру қажеттігінде қадап айтты. Аймақта азық-түлік қоры жеткілікті, бағаны негізсіз көтерген кәсіпкерлер заң бойынша жауапқа тартылатын болады. Қазақстандағы өндіріс орындары үшін осы ақша бағамы тиімді. Біздегі тауар құны Ресейдегі бағамен деңгейлесті. Енді жұрт арзан тауар алу үшін бұрынғыдай көрші елге ағылмайды. Ескі бағамен сатып алынған тауарды қымбатқа сатқан кәсіпкерлер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Орта және шағын кәсіпкерлік нысандарының қожайындарына жылдық табысының 3% көлемінде айыппұл салынады. Ал ірі бизнес құрылымдарына салынатын айыппұл 5% көлемінде болмақ.